Сәлем достар, бүгін бізде открытие салона, біз өзіміздің жеке сұлулық салонымызды ашып жатырмыз. I really don't understand how you got me questioning my purpose. I could have made you a man, but maybe you didn't deserve it. You just can't go to the ground instead of cherishing the moments. You just can't do what I ask, and you don't even last when you know that I want it. You know that, and you just hold back. Why you be on that? You say you love me, then you just fall back. What you call that? Silly. Белгілеуді араймын. I need all that. So if you can pop a gun for me, then maybe you're not the one for me. If you're more focused on what that girl doing, this girl or that girl, then baby just be done with me. So if you can pop a gun for me, then maybe you're not the one for me. If you're more focused on what that girl doing, Вот арайка. Короче, бізде бәрі бітті. Қонақтар қайтып жатыр. Достар, қазір бізде сағат уже 10 болды. Мен үйдемін. Келгенмен бір сағаттай болған шығар. Бізде бәрі сағат 8:30 бітті. Үлкендердің бәрі ресторанға кетті. Кстати, еще қазір 12-ден кейін мен мамамның туылған күні. Менің макияжыма қатты ұнады просто. И шашым. Но бұларды өшірмей тұра, бірінші мен аларды істеуім керек, қараңыздар. Та-дау, мына гүлдерді. Өте көп, прям. И өте әдемі. Бізде ана жерде вазада гүл тұр. Біз еще мына жерде вазада. Төбеде вазада гүл тұр. Білмеймін енді қыз қайда қоятын да. Осымен айналсам енді. Шымкент қаласының тұрғындары мен қонақтары үшін жағымды жаңалық. Қаламызда Жібек сұлулық салоны ашылды. Мұндағы мамандар ажарыңызды әрлеп, бет әлпетіңізді кереметтей тартымды етіп, жаңаша келбет сыйлайды. Жаңа сұлулық салоны жайлы келесі бейнематериалымызда. Ойбай мерекеге дайындап қойдым еді. Ол өзім Жаным, отам. Достар, мен уже салға барайын деп жатырмын. Бүгін мына курткамды киініп шештім. Кеттік. Қазір біз глобалға бара жатырмыз тестеге. Мен осылайша деп жатырмын, себебі далада өте шумно. Естіліп жатырмын ба даже, білмеймін. Қазір біз Қазақстан тарихынан тестке дайындаламыз. Еще өзімізге тамақ заказ бердік, соны күтеміз. Вот. Достар, барлықтарыңызға қайырлы кеш. Қазір вайбқа бара жатырмын, өзімнің класстастарыммен кездесуге. Шашымды тез беріп дайынмын уже. Кеттік.
My dear friend, you know I give in. Been waiting so long to feel it. All of these years I've been listening. Are you all so numb? Do you still pretend? We felt the sunshine, we found the gold. Достар, бартыңызға қайырлы түн. Қазір уже 12-ден асып кетті. И менің телефонымда бір папка бар. И ішінде фотовлог деген приложение бар. Мен сол приложениенің ішіне кірсем, өзімнің бұрынғы видеоларымды, бұрынғы влогтарымды тауып алдым. 9-шы, 10-шы и 11-ші класста түсірген влогтарымды. Мен оларды бірден макбукқа өткіздім де, и қазір көріп жатырмын. Вот так вот снимаем видео. Жібек идет. Равнозор 2019. Максимум 1,5 часа поспала. Мен 2 сағат ұйықтаған шығармын. Я понимаю, потому что біз сағат 6-да келдік па. Мы с тобой 2 часа ржали. Ал мына влогқа осы 8 наурызда 1 жыл болды ровно. Бұны 11-ші класста түсіргем. I miss my cocoa butter kisses. Hope you smile when you listen. Ain't no competition, just compete for attention and you lie. Мен еще осы 11-ші класста өте көп квартирникке баратындығым, чтобы осылай өлеңді демалып қайтуға.